Assalomu alaykum Daniya. Валейкум ассалам. Қазір мен Орал қаласы Абай бөлімшесінен, полиция бөлімшесінен шығып жатырмын. Таңғы сағат 9 алып кеткенде, кешкі сағат қазір 8-дерде шыққан шамам бар. Үстіне уголовное дело, яғни машинистік алаяқтық ісі бойынша іс қозғалып жатыр. Бір қызығы Кожанбердиева Замира, Кожанбердиева Табылда деген апайлар арыз жазған. Яғни арыз жазудың мақсаты, яғни машиник Сырым мен Карим мен Айдана Карим емес, бұл жерде төртеуі де маған қарсы, яғни куәлік беріп отыр да. Ал мына жерде бәрін ұйымдастырған мен болып шықтым, яғни бұл іске мен қатысым жоқ. Оларға мен несие алып берген жоқпын, несие алып берген жоқпын. Егер де мен ондай жағдайым болатын болса, қазір мен былай жүрмес едім, енді жағдайын жасап отыра бердім. Ашығын айтқанда, қазір мен үстіне таңғы сағат 9-да мен үйден алып кеткен ДВД-ның адамы Айдынғалиев Айбек Нұғманұлы деген офицер куәлігін көрсетті. Сол кісі алып кеткен болатын. Алып кету себебі машинистік движение. Бірақ ешқандай айғақ, ешқандай дәлел, ешқандай факті жоқ қолдарында. Ал мен ұсынған айғақтардың, мәселен, жазбаша, ауызша айтқан мәліметтердің барлығы, яғни өзіме қарсы қолданып отыр. Дәлдері айтқанда. Бұлар дейтін машинистік движение, яғни алаяқтық бабы бойынша мен дейтін тікелей бұйрық прокуратурадан деп білем, яғни қалалық бас прокуратура Тілеуәлиев Ербек Сағындықұлынан деп ойлаймын. Өйткені дейтін мен осы кезге дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік туымызды, яғни қорлағандарға қарсы іс қимыл жүргізген болатын. Яғни ашық түрде өз ойымды, өз пікірімді аша айтқан болатын. Сол себепті прокуратураға менің ісім ұнамаса керек. Амал жоқ, енді ровудың адамдарына мені қысу жөнінде, немесе отыру жөнінде тікелей бұйрық беріп отыр. Яғни айғақтардың бәрі маған қарсы. Бұл жерде мені бір ғана мүмкіндігім Сырым Карим мен Айдана Каримнің осы кезге дейін алдап кеткен адамдарды, яғни тауы және солар арқылы дәлелдеп шығу болып отыр. Сізді сонда бүгін нешеде алып кетті? Таңғы сағат 9-да үйден шығып кеткен алып кетті. Қазір сағат неше болды? Қазір сағат дәл уақытын айтып жіберейін қазір. Дәл уақыты 6-тан 11 минут кетті. Данияр, бұл сонда сізге көрсетіліп отырған қысым деп есептейсіз ба? Бұл дейтін мемлекет тарапынан, яғни тікелей бұйрықпен басшылықтардың істеп жатқан әрекеті, және ол қысымы. Яғни біздің Қазақстанда өз ойынды, яғни ашық түрде айту деген демократия деген бізде жоқ. Бізде өз ойын ашық айтқан адамдарды түрмеге отырғызу, қамау, қысу, ұру, соғу деген фактілер бар, яғни тіркеліп те жатыр ол. Дәл сондай ол қысым, яғни билік тарапынан форма киген құқық қорғаушылар тарапынан көрсетіліп жатқан қысым. Может, оны прокуратура берді ма, жоқ, ішкі істер министрлігі оны кім бергені белгісіз. Бірақ нақты айтарым, сол бұйрық берген адамдар сонда мемлекеттік туды қорлағандарға қарсы ешқандай іс жасамай жатып, сол мемлекеттік туды қорғаған адамдарға іс қозғалып жатқанда мен таңғалып отырмын өз басым. Яғни Қазақстанда бір ғана жайт айта кететін, шындықпен емес, өтірікпен өмір сүру. Өтірікпен. Яғни көрсем де көрген жоқпын, жаман болса да бәрі жақсы, жағдайым деп сияқты өтірік сөйлеу, өтірік айту, яғни 30 жылдан бері қалыптасып қалған менталитет бұл Қазақстанда. Дәл осы процесс бүгін 16 желтоқсан күні таңғы сағат 9-да мен алып кетті. Сонда бұл деген сіздің белсенділігіңіз көрсеткен үшін? Өзімнің ойымды, және өзімнің белсенділігімді көрсеткен үшін істеп жатқан қысым әрекет. Құрметті, рахмет көп.